Сәлем достар, сіздермен BI Academy және мен Тоқтамұрат Дәулат. Біз өткен сабақта жолдық операциялар, шартты операторлар, яғни if, else және де switch case операторы туралы айттық. Бүгінгі сабақта біз қайталау операторлары, яғни циклдық while, do while, for each операторлары туралы айтатын боламыз. Ол үшін біз программамызға кіреміз. Жалпы программалау теориясында кез келген күрделі программаны үш түрлі құрылымдан құрастыруға болатыны дәлелденген. Олар сызықтық, тармақтық және циклдық құрылымдар. Солардың ішінде цикл туралы айтатын болсақ, цикл дегеніміз операторлар бөлігін бірнеше рет қайталана орындауын айтады. PHP тіліндегі циклдық операторлардың бірі while операторы. While операторы дегеніміз егер берілген шарт ақиқат болса, цикл код блогы арқылы орындалады. Мысал келтіріп айтатын болсақ, мысалы a тең 1 болсын. Яғни бастапқы мәніміз 1-ге тең. While операторын жазамыз, жақша ашамыз, ішіне шарт қоямыз. A кіші 10-дан. Яғни 1-ден 10-ға дейінгі сандарды бізге экранға шығару керек. Echo және де ең соңында айнымалын жазамыз a++. Яғни ең соңғы өрнегіміз бұл неше санға артып отыратынын бізге экранға шығарады. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. 1-ден 9-ға дейінгі сандарды бізге экранға шығарып берді. Мысалы, осы сандардың қасына сөздерде қоса беруге болады. Мысалы, элемент десек, сақтаймыз, тексеріп көреміз. 1-ші элемент, 2-ші элемент и так далее, 9-ші элемент. Келесі бізде do while операторы. Do while операторы дегеніміз цикл код блогы арқылы бір рет өтеді. Содан кейін берілген шарт ақиқат болса, онда циклды қайталайды. Яғни мысал ретінде көретін болсақ, айнымалын жазамыз. Мысалы, a тең 5 болсын. Бірінші do сөзі жазылады. Кейін фигурный жақшаның сыртында while операторын жазамыз. Яғни бірінші do жазылады, кейін while. Бұл кезде бізге экранға шығарады echo. Айнымалын жазамыз. Так. Және де a++. Яғни неше санға артатынын жазамыз. Енді whileға шарт береміз. Айнымалын жазамыз. A мысалы 10-ға дейінгі. Яғни 10-да кіреді. 10 немесе тең деп тұр. Так, сақтаймыз, тексеріп көреміз. 5-тен 10-ға дейінгі сандар бізге экранға шығарды. Обязательно a++ емес, мысалы a+ тең 2 десек болады. Яғни 2 санға артып отырады. Тексеріп көреміз. 5, 7, 9. Келесі бізде for операторы. For операторы дегеніміз цикл код блогы арқылы бірнеше рет орындалады. Яғни мысалмен көрсететін болсам. Так, бірінші for. Жақша ашамыз, ішіне жазамыз. Бірінші a тең 3 болсын. Яғни бастапқы мән 3-ге тең. Екінші шарт қоямыз. a 8-ден кіші. 8-ге дейінгі. Яғни 3 пен 8 арасында сандар. Келесі a++. Яғни неше санға артып отыратыны бізге экранға шығарады. Экранға шығару керек. Echo. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. 3, 4, 5, 6, 7.
яғни 3 пен 8-дің арасындағы сандарды бізге экранға шығарды. Келесі тағы бір мысал қарастыратын болсақ, мысалы for кез келген айнымалы жаза берсек болады. Мысалы L тең 100 болсын. Келесі шарт береміз. L үлкен 10-нан. Және де үшінші бізде L тең 2. Яғни 2 санға бөліп бізге экранға шығарып беріп отырады. Яғни бұл кезде echo так L так сақтаймыз, тексеріп көреміз. Вот 150, 25, 12,5. Уже ары қарай бізге шартты қанағаттандырылмайды. Енді циклдың ішінде циклды қарастыратын болсақ, мысалы if, яғни шартты оператор элемент 50-ден кіші. Кезде break операторы циклдан шығуда қолданылады. Яғни сақтаймыз, тексеріп көреміз. 150. Осы жерге келген кезде біздің цикл жұмыстан шығады. Циклдық операторлардың тағы біреуі for each. For each операторы әрбір массив элементі үшін кодтық блок бойынша цикл орындалады. Яғни мысал ретінде қарастыратын болсақ. Так, айнымалы енгіземіз. Мысалы colors. Массивте қолданылады for each операторы. Array. Так, жақша ашамыз. Ішіне мән енгіземіз. Мысалы қызыл, жасыл, көк, сары. Так, for each. Жақша ашамыз, айнымалын жазамыз. Colors as value. Так, фигурный жақша ашамыз. Экранға шығарамыз. Echo. Так. Value. Where. Яғни берілген массивтегі қызыл, жасыл, көк, сары элементтерін бізге қатарынан шығарып береді. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. Вот, қызыл, жасыл, көк, сары. Жалпы бүгінге осы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.